Сәлем қыздар, бүгін бізде тағы да пирог, тағы да творожный пирог. Бұл жолы с фруктами, оформлениесіне фруктымен оформлять етсем деген ой. Бұл творожный пирогтың түрі басқа, бұның тез басқа, бұның құрамы басқа, составы басқа құрам. Сондықтан мен бұл курсымда творожный пирогтың 3 түрі болып кетті. Сіздер әр кезде, әр қонаққа, әр шайға, әр түрлісін пісіріп көресіздер. Өздеріңіз көңілдеріңізге қайсысы ұнайды, соны өздеріңіздің постоянно пісіретін пирог етіп аласыздар ғой. Негізі әрқайсысының түрі, дәмі де, әртүрлі түрі де. Енді біз мына жерде 2 жұмыртқаға 150 грамм қант салып, көпіршітіп, взбивать етіп аламыз. Мен бір қолмен түсіріп тұрмын. Бүгін менің көмекшілерім қасымда жоқ, олардың қолдары тимей жатыр. Соған айып етпеңіздер. Әр процесстен кейін, жасаған тірліктен кейін, жұмыстан кейін сіздерге көрсетіп тұрамын. Мына қыздар қанты ергенше мен жұмыртқаны ағарғанша кішкене взбивать етіп алдым. Енді болған 82% сармай қосамыз. 130 грамм. Бәрін граммы, как всегда, жазып кетемін рецепті. Нені қанша қосатынын прям. Так. Қыздар, міне сармайды қосып араластырдым әбден. Сармайды қосып араластырғаннан кейін енді 130 грамм сметана, қаймақ қосамыз. 130 грамм. Енді қаймақты араластырамыз әдемі жақсылап. Енді ұн саламыз. Ұнды өлшеп саламыз. Бізге керегі. Енді 450 грамм ұн саламыз, қыздар. Қыздар, ұн салдым. Ұнның үстіне чайный ложкой разогретте салдым. Қамыр қоқыстықш дейді, қазақшасы разогретте. Енді әдемі жұмсақ қамыр елейміз. Мына қыздар, мынандай жұмсақ қамыр елеп қойып. Жұмсақ қамыр. Қоя тұрамыз шамал. Начинкасын жасай аламыз. 80 немесе 100 грамм қант начинкасына, қыздар. Егер тәтті қаламасаңыздар, одан да аз қоссаңыздар болады. 100 грамм көп сияқты маған. Бір жұмыртқа. Менде мынандай творог жолдинамын. Менде творог қазір аздау шықты. Қазір көреміз бұны өлшем. Негізі творог рецепт бойынша 400 немесе 450-500 грамм. Өздеріңіз көлемдеріне. Қыздар, міне қаймақ салдым, творог салдым и бір жұмыртқа. Ванильный сахар салсаңыздар да болады, это по желанию. Қыздар, мен творогты майдалап алдым блендерде. Енді кукурузный крахмал қосам деп ұмытып кеттім. Кукурузный крахмал қосып тағы бір айналдырып аламыз. Так, қыздар, мына қамыр жұмсақ қамыр болды. Ұн себелеп кішкене жаямыз. Так, бір не алып қалайық бетіне. Мен негізі фруктымен жасаймын деп едім, енді бұл жол басқасы әрлеп. Мен тек фруктыны сосын жасаймыз фруктымен. Қыздар, мына қамырын жайып алдық. Енді осыны әдемілеп, абайлап табамызға салайық. Қыздар, міне бауырсақ кесетін менде не бар, веск. Сонымен жан жағын енді өз фантазиямызға қарай оформление жасаймыз. Артылған қамырдан
Енді мына немізді құямыз, начинкамызды. Қыздар, міне жаңағы артылған қамырдан айтқым келгені бетіне неше түрлі жасаймыз. Гүл қойғыларыңыз келе ма, жоқ? Линиямен жабамыз. Қыздар, мен мынаумен кесіп линия қылып жаба салайын деп отырмын пирогтың бетін. Бәрін бірдей қылып көріп, мына толсты болып кетті. Қыздар, міне кімнің фантазиясы қалай жетеді соны әрлеп жатырмын. Жолға қоймаш, ана үйдің алдында да жинадым. Одан кейін жұмыртқаны. Қыздар, мен былай оформление жасадым. Енді жұмыртқа жағамыз. Кунжутпен себелесек те болады. Ой,